АТФ немесе аденозин трифосфатын көбінесе биологиялық жүйелердегі энергияның валютасы немесе энергия қоймасы ретінде танимыз. Бұл видеода мен АТФтің маңыздылығын түсіндіретін боламын. Бір қарағанда аденозин трифосфат өте күрделі термин сияқты көрінеді. Тіпті оның молекулалық құрылымын қарастырған кезде де күрделі тақырып секілді сезіледі. Алайда, егер біз оны құрамдас бөліктерге бөліп алсақ, неліктен оның биологиялық жүйелердегі энергия қоры екенін түсіне бастаймыз. Молекуланы бөлшектеп қарасақ, АТФтің аденозин бөлігі мен трифосфаттар немесе фосфорил топтары деп аталатын бөлігін көреміз. Аденозин дегеніміз молекуланың мына бөлігі. Ол аденин мен оған жалғасқан рибозадан тұрады. Сонымен қатар бізде 3 фосфорил топтары бар. Олардағы байланыс үзілген кезде фосфатты алып қоямыз. Сонымен сіздегі трифосфат бөлігінде анық байқалып тұрған 1, 2 және 3 фосфорил тобы бар. Биологиялық жүйелердегі энергия қорын түсінуді жеңілдететін бұл молекуланы тұжырымдаудың бір әдісі аденозин тобын толық таныстыру. Оны А әрпімен белгілеп қоялық. Кейіннен оған байланысқан фосфорил топтарын көреміз. Мен оларды Ф әрпімен белгілеп, сыртына шеңбер жүргіземін. Осылайша арасына сызықша қойып, 3 фосфорил тобын біріктіріп саламын. Бірақ кейде сіз тік сызықшаның орнына үлкен энергияға ие екендігін білдіретін басқаша сызықтарды көруіңіз мүмкін. Олар ирелеңдеу болады. Бірақ бұл видеода арасындағы байланыстарды тек тік сызықтармен көрсететін боламын. Сонымен олар жоғары энергиялы байланыстар. Бұл нені білдіреді? Ол бұл байланыстағы электрондардың энергия күйінің жоғары екендігін меңзейді. Егер қандайда бір жолмен осы байланыс үзілсе, онда электрондар соғұрлым жайлы күйге, яғни төменгі энергетикалық күйге ауысады. Электрондар жоғары энергетикалық күйден төменгі жайлы энергетикалық күйге өткенде энергияны бөліп шығарады. Мұны ойлаудың бір әдісі, егер мен ұшақта отырсам және секіргелі тұрсам, яғни жоғары энергетикалық күйде болсам, менде жоғары потенциалдық энергия бар. Мен жай ғана бір нәрсе жасасам, мысалға құлап кетемін, ал құлап бара жатқанда энергияны босата аламын. Мұнда ауамен үйкеліс болады, немесе соңында жерге соқтығысқанда энергия босап шығады. Мен серіппені қыса аламын, немесе турбинаны жылжыта аламын. Бірақ мен диванда отырған кезімде менде энергия аз. Мен өзімді жайлы сезінемін. Мен төмен энергетикалық күйге қалай барғаным белгісіз. Бәлкім ұйықтап кеткен болармын. Мына байланыстар бір сәтте бұзылады. Демек, егер сіз тиісті жағдайларды жасай алсаңыз, бұл байланыстағы электрондар осы байланыстан шығып, төмен энергетикалық күйге өтіп, энергияны босатады. Бұл АТФтің қалай энергия беретіндігі туралы бір ойлау тәсілі болатын. Бұның тағы бір түсіну тәсілін қарастырайын. Біз аденозин трифосфаттан бастаймыз. Жанына су молекуласын қосып, біз гидролиз процесін көреміз. Сіз соңында бір фосфорил тобы бөлініп, фосфат молекуласына айналғанын қалайсыз. Қазір сізде 3 фосфорил топтары түгел болмағандықтан, енді аденозин мен 2 фосфорил тобы қалды. Ол аденозин дифосфат деп аталады. Себебі ди сөзі 2 деген мағынаны білдіреді. Және ол АДФ деп жазылады. Мынау болса АТФ деп жазылады. Сонымен бізде бір фосфорил тобы АТФ-тан шығып кеткен болатын.
Қазір ол енді су молекуласындағы оттегімен және сутегімен байланысады. Сонда сізде тағы бір бөлек сутегі протоны болады. Сонымен оның өте маңызды жері фосфорил байланыстарындағы мына электрондар төмен күйге өтіп, энергияны сыртқа шығарады. Сонда реакцияның осы бөлігі энергия бөліп шығарушы деп атап өтемін. Ал мына АТФ бөлігін энергия қоры деп атаймын. Сіз биохимияны зерттеген сайын энергияны сақтау үшін АДФ-ке тағы бір фосфат тобы қосылып, АТФ-ке айналатынын көресіз. Жарық энергиясын пайдалану арқылы іске асатын фотосинтез секілді процестерден осы фосфаттың қайтадан АДФ-қа барып, АТФ жасайтынын тамашалайсыз. Ал қай кезде биологиялық жүйеде энергия қажеттілігі пайда болған кезде осы АТФ гидролизге түсіп, энергия қордан шығарылады. Энергия әр кезде әр түрлі жай ғана жылу өндіруге, немесе кейде реакцияларды жүргізуге, ақуыз пішінін, яғни конформациясын өзгертуге және басқа да пайдалы нәрселерге жұмсалады.